Баршаңызға қайырлы күн достар. Егер сіз жұмсақ әрі дәмді нәзік балды торт іздеген болсаңыз, онда менің рецептімді қайталап көріңіз. Өте оңай, бір жасағаннан шығады. Торттың құрамына салынатын барлық мөлшерлерді, құралдарды астыға жазып кететін боламын. Алдымен 2 жұмыртқамызға қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламын. Енді 2 қасық табиғи мед қосамыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы ыдысымызды алып, қайнап жатқан ыдыста үстіне қойып қыздырамыз. Міндетті түрде барлығы ерігенше толық ыстаймыз, яғни ішіндегі сары майымыз, медіміз еруі керек. Міндетті түрде араластырып тұруларыңыз қажет. Мінекей болды, ыстық болу керек, бірақ қолымыз күйетіндей ыстық болмау қажет. Енді 1 қасық содамызды алып, оның үстіне уксус құямыз, кішкене ғана. Содан кейін барып араластырамыз, жақсылап араластыру қажет. Ыдысымызды оттан алғаннан кейін ендігі процесс ұн қосамыз. Ұн қосып болдық, ендігі сүтімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін дайын болған қамырымызды таза мешокқа салып, жарты сағат тоңазытқышта ұстайтын боламын. Тоңазытқыштан шыққан қамырымыз пластилин сияқты болу қажет, яғни қолға жабыспайды. Содан кейін қамырымызды 7-9 бөлікке бөліп, оны жаямыз. Қамырымызды осылай мен жайып алдым. Енді біртіндеп духовкада пісіретін боламыз. Қоржығымыз пісті, тегістеп кесіп аламыз. Содан кейін қайнатпалы кремімізді жағамыз. Менің каналымда қайнатпалы кремнің рецепті бар. Онымен Наполеон істесеңіз де, қатып қалған қоржығыңызды да жұмсартып жібереді. Мінекей біздің өте нәзік балды тортымыз дайын болды. Сіздерге жасауға кеңес берем. Егер де менің ұсынған рецептім сізге ұнаса, онда маған лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кетіңіз. Әлі талай көптеген торттың, тамақтардың рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Менімен болғаныңыз үшін рахмет, ас болсын.